Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облысы қазақ драма театрында жаңа қойылым көрерменге жол тартты. Алаш ардақтысы ақын ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай драматург Сантөре Пірмановтың «Ұлт ұстазы» атты символикалы композициясының премьерасы сахналанды. Театрдан Шерхан Мұратбекұлы әңгімелейді. Қойылым оқиғасында ұлы ағартушы Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылық жолы, халыққа үшін жанын аямай жасаған қызметі көрініс тапқан. Сондай-ақ ұлт намысын жыртып, ұлтының арын ойлау жолында ұлтшыл халық жауы ретінде жала жабылып қуғындалуы, өмірінің қиыншылыққа толы сәттері суреттеледі. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай осы театрымыздың азаматы Сантөре Пірманов ағамыздың пьесасы, бұны инсценировка жасап 50 минутқа шағындаған театрымыздың режиссері Анар Сағынбекова. Бұл спектакль өзі 50 минут қана жүреді. Бұл спектакльдегі айтар ойымыз Ахмет Байтұрсыновтың бала кезі, жастық шағы, содан кейін Ахмет Байтұрсыновтың өмірінің соңғы күндерін баяндайды. Бұл енді біздің мектептегі балаларға да келіп көруге өте ыңғайлы спектакль. Спектакль арқылы көрермендер Ахмет Байтұрсынов пен оның жұбайы Бадрисафаның арасындағы махаббат пен бір-біріне деген құрметіне куә болды. Байтұрсыновтың елге деген сүйіспеншілігі, өзіне адалдығы қойылымда жан-жақты көрсетілген. Қойылым өте керемет деңгейде өтті деп айтуға болады. Расында да Алаштың арысы, ұлтымыздың ұстазы бола білген Ахмет Байтұрсынұлының біздің еліміз үшін сіңірген еңбегі орасан зор, және де осы қойылым бізді соған қайтадан бір апарғандай болды. Сол бір ұлт ұстазының еңбегі қазақ еліміздің, жалпы еліміздің болашағы үшін сіңірген еңбегіне қайтадан бір көз жүгірткендей болдық. Осындай қойылымдар көп болып тұрса екен деп ойлаймын, және де биылғы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы құтты болсын. Қойылым режиссері Байтұрсыновтың ғана емес, Алашорда үкіметінің де шаңырағы шайқалып, ұлт серкелерінің арыстандай арпалыса бастаған кезін көрсеткісі келген секілді. Мұны көрермен ерекше қабылдап, өз алғыстарын да білдірді. Шерхан Мұратбекұлы, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.